Намаз оқымағаны үшін ұрып соққан Алматыдағы ауыр қылмысқа қатысты тың дерек шықты. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Алматыда өз ұлын ұрып соққан ер адам қамауға алынды, деп хабарлайды Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі. Ведомство мәліметінше, жасөспірім 15 тамыз күні ауруханаға жеткізілді. Оған жабық бас сүйек ми жарақаты, бас миының жарақаты, маңдай қуысының алдыңғы қабырғасының сынуы және мұрын сүйектерінің сынуы диагнозы қойылды. Алатау аудандық полиция басқармасы сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізіп жатыр. Күдікті азамат Қазақстан Республикасының қылмыстық процессуалдық кодексінің 128 бабы бойынша ұсталды және уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу барысы Алматы полиция департаменті басшылығының бақылауына алынды делінген хабарламада. Естеріңізге сала кетсек, Алматы қаласының тұрғыны Айдын Құрманбеков өзінің 17 жастағы баласын намаз оқымағаны үшін әбден ұрып, жансақтау бөлімінен бірақ шығарғанын айтқан болатын.